өткен еді. Әлем біріншілігіне кім жеңсе, сол бармақ. Әбілсейіт белдесу үстінде қарсыласына оң аяғын қайта-қайта ұсынып, еркін ойқастайды. Ал орыс балуанының жанкүйері, өзі әбекеңнен талай жеңілген Александр Иваницкий қапталдан «Саша, аяғынан ұстама, аяғына жолама» деп айқайлап әлек. Медведь қазақ балуанның оң аяғын ұстаудан қашқақтап шегіне беріпті. Әйтсе де, Айханов орыс балуанның құрығына жеңісті уысына түсіреді. Бірақ Мәскеудің ығына жығылған бапкерлер алқасы әлем чемпионатына Медведьті алып барады. Оның үстіне Сергей Преображенскийдің Әбілсейіт Айхановты ЦСКАға шақыруы, ал өр мінезді қазақ жігітінің ұсыныстан бас тартуы жағдайды мүлдем ушықтырып жіберді. ЦСКА дегеніміз армияшылардың әскери клубы. Армияшылардың әскери клубы дегеніміз Совет одағында бүкіл әскери құрылымдардағы, барлық әскердегі ең дарынды деген спортшылардың бәрі ЦСКАға баруға міндетті. Сол Сергей Преображенский сыр қарулы күштер құрама командасының бас бапкері, ЦСКАның аға тренері Айхановты шақырады ғой. Албулды жеңгеннен кейін, Иваницкий жеңгеннен кейін, Совет одағының Спартакиасын ұтқаннан кейін, Тбилисидегі гран-при әлемдік кіші чемпионат деген халықаралық турнирді 2 рет қатар ұтып алғаннан кейін, халықаралық жарыстарда қамшы салдырмай бас бәйгені олжалай бергеннен кейін көз түсетті, Айхановты ЦСКАға шақырады. Айханов бармайды. Преображенский тағы да шақырады. Айхановтың ішкі ойы: мен ЦСКАға барсам, қазаққа қарсы шығам. Мен ЦСКАға барсам, үлкен бір айтулы жарыстарда қазақ болғандарымды ұстасам, белдесем, мен сонда қазақ болғанын жеңсем, мен қазақтың намысын қорғағаным қайсысы? Мен бәйгені, намысты, жеңісті орысқа берген боламын, Мәскеуге берген боламын. Сондықтан мен бармаймын. Мен не көрсем де қазақтың жерінде көремін, не көрсем де қазақтың елінде көремін, не көрсем де қандай жағдай душар болсам да осы қазағыммен бірге көремін деп табандап тұрып алады. Осы бір әрекетінен Әбілсейіт Айхановтың ұлтжанды азамат болғанын аңғаруға болады. Өзге ұлт үшін күресуден, қазақпен тіресуден бас тартқан арда тұлға өмірінің соңына дейін сол ұстанымына берік бола білді. Тіпті Ресейден келген зәрлі хаттың өзі әбекеңнің темірдей ұстанымына сызат түсіре алған жоқ. Советтер одағының қарулы күштерінің бас бапкері Сергей Преображенский Айхановқа үйіне хат жазады. Әбілсейіт Айханов, ЦСКАға кел. Советтер одағы құрама командасының саған есігі ашық келсең. Олимпиада, әлем чемпионаттарына баратын жолың ашық. Даңғыл жолға түсесің. Кел, сен менің шәкіртім бол дейді. Ал егер келмесең дейді, сен қазақтың байтақ даласында сен аталарың қалай шіріп өлген болса, сен де сол далада шіріп қаласың. Саған бүкіл сыр құрама командасының да, сыр чемпионатының жүлделерінің, медальдарының бәрінің есігі жабық дейді. Хат жазып жібереді. Зәрлі хат жазып жібереді. Сөйтеді Айхан сыр чемпионаттарында 4-ші, 5-ші орыннан аспай қалады. 70-ші жылға дейін. Иә, сол оқиға Әбілсейіт Айхановтың өмірін күрт өзгертті. Бұдан кейін одақтық жарыстарда Қажымұханның ізбасары жеңіс тұғырынан көріне алмады. Оның әлемдік додаларға қатысып, Олимп ойындарында топ жарсам деген арманы қызыл саясаттың құрбаны болды. Десек те,